сіздермен бірге жаппасай әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге тұз, жұмыртқа және су керек болады. Қамырымыз қатты болу керек, еттің қамырындай болу керек. Қамырдың иі қанам дегенше заттарды дайындаймыз. Үшін бізге ет, жуа, сәбіз, картоп керек болады. Және қызып тұрған тапаға етті саламыз. Артынан жуасын саламыз. Оны шамалы шыжғырған жуаның үстіне сәбізін саламыз. Оның үстіне картопын саламыз. Салмаларымызды жақсылап араластырып, үстіне қызанақ пастасын саламыз. Үстіне су құйып, және дәміне қарай бұрышын, тұзын және дәмдеуіштерін қоссаңыз болады. Және осы салманы 35 минуттай жай отта қайнатамыз. Және тездетіп қамырымызды ысып дайындап қоямыз. Дайын болған подливканың үстіне қамырды майлап, әдемілеп кесіп, видеодағыдай кесеміз. Подливканың үстіне қамырды осылай майлы жағын қаратып, үстіне жайып шығамыз. Және қамыр қалыңдау болып жатқан жағдайда шамалы созып қоямыз. Дайын болған асымызды осылай бірінші қамырын тарелкаға әдемілеп жайып аламыз. Сосын барып подливкасын үстіне әдемілеп саламыз. Ас болсын достар, егер видео ұнаған болса лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Сіздермен болған Аралбаева.